Қайырлы күн достар, есімім Құрманғалиев Ұлан. Бұл сала таңдау каналы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздерге мен өте ерекше 4 кәсіптің түрін көрсететін боламын. Қазақстанның нарығында жалпы мүлдем жоқ десек те болады. Болмаса соған қатысты, соған келетін, ұқсайтын бір аналогтар бизнестер жоқ екенде кепілдік беретін боламын. Ең бірінші бастайтын кәсібіміз ол 100 мың теңгеден бастауға болатын кәсіптердің бірі, бірақ сол кәсіпті мен сіздермен бірге бастайтын боламын. Екінші кәсіпке 2 миллион теңге, үшінші кәсіпке 4 миллиондай қаражат керек. Осы кәсіптер толыққанды біздің жанымызда көршілес мемлекеттерден көріп, зерттеп, өзім қараған толыққанды айтып беремін. Ең бірінші кәсіптің бірі 100 мыңға бастайтын. Бұл бизи машина кәсібі. Біз бұл кәсіпті бұрын бизиборд саласын түсірген болатынбыз, бірге бастаған болатынбыз. Тура сол кәсіпке ұқсайтын бизи машина кәсібі Қазақстан нарығында өте аз. Тура салада жұмыс істеп жатқан Елена деген әйел кісі бар, бірақ бұл Алматыда емес, Қарағандыда ма, Өскеменде ме бір қалада жұмыс істеп жатыр. Хабарлассаңыздар, тапсырыс қабылдамайды, кеми 2-3 апта кезекке тұратын боласыздар. Алматының өзінде тура саламен айналысып жатқан адамдар жоқ, конкуренттер мүлдем жоқ десек те болады. Бұл бизи машинаның размері тура осындай ғана болмайды. Бұған 3 жасқа дейінгі балалар ішіне сиіп кетеді, отыра алады, ойнай алады. Яғни 3 жастағы балаға дейін көтереді салмақты. Бизи машинаның қандай артықшылығы бар және қандай пайдасы бар балаға деген. Ең бірінші бұл көлік ретінде ойнай алады. Екіншіден бұның рулінен бастап дөңгелектеріне дейін, капотына дейін, артқы капотына дейін толыққанды ашылады. Үшінші артықшылығы баланың жадысын дамытуға арналған ойыншықтардан құралған. Мысалы, бауы бар, ашылатын бар, шкаф бар, басатын бар, әртүрлі кнопкалар бар. Яғни баланың саусақтары ой-өрісін дамытуға арналған ойыншықтардың бірі десек болады. Тура осы кәсіпті мен сіздермен бірге бастайтын боламын. Бұл екінші бөлім міндетті түрде түсіретін боламыз. Тура қазір осы сала жайлы толыққанды ақпарат беремін. Негізгі себестоимость мен 17-24 мың теңгенің арасында деймін, сатылым бағасы 45 мыңнан 60 мыңға дейін барады. Одан да арзанға табуға болады. Негізі біздің нарыққа Ресейден, Қытайдан кіріп жатыр, бірақ одан да өзіміздің өндіріс оларға қарағанда әлде қайда арзан болды. Сұраныс өте жақсы, нарықта жақсы кәсіптердің бірі болып есептеледі. Бұл кәсіпті ашқанға 5-6 миллион ақша керек емес, тек қана столярный цехтау керек, онымен қалай сөйлесу керек, қандай келісімшартқа отыру керек және нарыққа шығарып оның жарнамасын дұрыс беру жағын толыққанды көрсететін боламыз. Яғни алдағы екінші бөлімде осы бизи машина саласын сіздермен бірге зерттейтін боламыз. Бұл кәсіпті бастауға асықпаңыздар, алдымен біздің бөлімдерді күтіп, біздің қалай бастағанымызды толыққанды зерттегенімізді бірге тамашалағандарыңыз дұрыс болады. Екінші көрсететін кәсіптеріміздің бірі ол мобильный лабиринт. Ресейде қаласында өте қатты дамыған, біздің Қазақстанда тура осындай кәсіп жоқ. Мүмкін бар шығар, бірақ мен оны таппадым. Ресейде өте керемет дамыған бизнестердің бірі бұл мобильный лабиринт. Жақында біз сіздерге көрсеттік балалар ойын сауық орталығын. Оған 7-8 миллион ақша керек, оған локация керек, орын керек. Бұл бизнесте ең жақсы, бұл бизнеске жалпы талап ететін дүние балалар ойын сауық орталығы. Локация, яғни дұрыс орын керек. Ал дұрыс орыннан дұрыс аренда табу өте қиын. Ал мобильный лабириттің артықшылығы бұл кез келген жеңіл машинамен бұл лабиринтті сүйреп келіп, кез келген жерге орнатып қоя аласыздар. Саябақ болсын, балалар орталығы болсын, парктерге болсын, көшелердің ең жақсы бір қиылыстарға болсын, 40 квадрат, 50 квадрат, 60 квадратқа дейін өзінің үлкендігіне қарай бөлінеді. Яғни ішінде лабиринті бар, батуттары бар, секретный бар, скалолазы бар. Тура сол лабиринт, бірақ мобильный, яғни машинамен сүйреп келесіз, машинамен сүйреп алып кетесіз. Құрағанға 15-30 минут теңге, 30 минут жетеді. 15 минутта құрайсыз, 30 минутта жинайсыз былайша айтқан кезде. Күндік табыс 30-40 мыңға дейін табыс тауып жатыр. Егер мобильный лабиринт деп Google-ға, YouTube каналға жазатын болсаңыздар, фабрика сладостей деген Россиядағы франшиза ашылады. Онда қарап көрсеңіздер болады, бірақ олар қымбат бағаға сатып жатыр. Егер араларыңызда сварщиктер болса, басқа да бір жақсы осы салада меңгерген адамдар болса, соларға осылардың тура суретті беру арқылы, болмаса интернетке, Google-ға жазу арқылы беріп аналогын жасатып көруге болды. Өте қатты қиын емес, YouTube-та толыққанды көрсетілген, түсіндірілген. Бірақ Қазақстанда жасайтын адамдар міне мынау деп мен қолыммен нұсқай алмаймын. Сондықтан бұл да керемет кәсіптердің бірі. Артықшылығы орынды өзіңіз таңдайсыз, аренда ішері намайсыз, тек қана сояқтағы администрациямен келісесіз. Жақсы орындарды аралап жүре бересіз. Және де тағы да бір артықшылығы қыстың күні, жаздың күні сезонға қарамайтын бизнес. Жел соқса ұшып кетпейді, жаңбыр жауса жаңбыр кірмейді десек те болады, өйткені палаткамен сыртын жауып алады. Жел соққанда ұшып кетпейді, себебі сыртқы корпустың бәрі, астыңғы корпус темірден, өзінің астында баллоны бар, кез келген уақытта сүйреп кетуге болады. Және де адам жақсы жиналған жерлерге апарып қоя салу проблема емес. 40 квадрат, 50 квадрат метр орынды ғана қамтиды. YouTube-тан видеолар қарасаңыздар, қыстың күні айналысып жатқан адамдар бар, жаздың күні, күздің күні айналысып жатқан балалар бар. Кез келген сезонда баланы үйге кіргізе алмайсыз, баланың орны көзі былайша айтқан кезде әрқашан далада десек болады, телефоннан шығара алсаңыздар әрине. Сондықтан өте керемет кәсіптердің қатарына кіреді. Надувной батут саласында тура мобильный лабиринт сияқты, бұл бірақ мобильный лабиринттің бір артықшылығы жел болса да, жаңбыр болса да, надувной батут жел болса ұшып кетуі мүмкін, ұшқан кезде қозғалып кетуі мүмкін, көтеріп жіберуі мүмкін, балаларға бір белгілі бір зақым алып келуі мүмкін. Надувной батуттың тағы да бір кемшілігі бұл желмен үрленеді, бұны жинау, салу өте қиын. Бірақ әдемі кәсіптің бірі. Бірақ бұған 1-2 миллион теңге жетеді. Ал мобильный лабиринтке 4-5 миллион, 6 миллионға дейін шығын кетеді. Бірақ бір алғаннан кейін 7-8 жыл міндетті түрде өз қызметін атқарып шығады.
5-6 айдың ішінде салған ақшаны міндетті түрде толыққанды қайтарып аласыздар. Ал надувной батут 1,5 миллион, 500 мың, 700 мың әртүрлі бағада кете береді. Сондықтан бұл саланы бастағанда жақсы. Көбінесе бұл саланы бастаған кезде парктерде көбінесе ашады ғой, бірақ парктердің 80% бұл саламен ашылып кеткен. Сондықтан зона отдықтарын қарағандарыңыз дұрыс. Надувной батутқа аз ақша кетеді, бірақ риск үлкен. Бірақ керемет бизнестердің бірі. Айына миллион табуға мүмкіншілігі бар кәсіптердің, бірақ сезонға қарайды. Қысты күні бұны құрай алмайсыз, жаңбырда бұны құрай алмайсыз, жел соққанда бұл кәсіпті құрай алмайсыз. Одан кейін келесі кәсіп бұл да надувной батут, бірақ бұл үйге арналған, кез келген залға, кішкентай үлкен бір спальныйдың өзінде сидырып жіберуге болады. Мысалы, сіздер қонақ күтіп отырсыздар, үйіңізде 3 балаңыз бар, 4 балаңыз бар, қонақтар келіп жатыр. Сол кезде осындай надувной батутты жалға беру арқылы жақсы ақша табуға болады. Бұл саламен бізде батыста айналысып жатқан жігіттер бар екен, ол кісіден қарасаңыздар болады. Басқа қалаларда айналысып жатқан адамдар саны өте аз. Тура осы кәсіпті бізде бастайтын боламыз. Кемі 5-6 надувной батут заказ береміз. Қытайдан 180-220 мың теңгенің арасында екен. Яғни үйдің размеріне сия береді. 3-2, 2-3, 6-2 деген сияқты. Яғни жалға беру күніне 10 мың, 15 мың теңге жалға бересіздер. Балаларын ойнатады, кешке қарай келіп өзіңіз жинап алып кетесіз. Құрағанға, жинағанға 10 минут уақыт былай жетеді. Өзінің насос қосымша қатарында бірге болады. Тура қазір мен бұл кәсіпті алыңыздар, бастаңыздар демеймін. Алдымен өзіміз бұл кәсіпті де BZV машина сияқты бастайтын боламыз, жүргізетін боламыз, бөлім түсіретін боламыз. Қадам-қадаммен өзіміз кеңес беріп, айтып беріп боламыз. Сонда бастауға бола ма, болмай ма, соңғы сөзімізді өзімізден еститін боласыздар. Бірақ оған дейін тек қана бақылап бізді тамашалай тұрыңыздар. Одан кейін тағы да бір жақсы кәсіптердің бірін айта кетейін. Бассейндерді жалға беру. Каркасный бассейн болсын, надувной бассейн болсын. Әсіресе каркасный бассейндерді жазғы күні жалға берсеңіздер, өз ақшасын қазақша айтқан кезде смело ақтап аласыздар. 1 ай 1,5 айдың ішінде. Өйткені каркасный бассейнға 7-8 адамға дейін ұзындығы 1,20 1,5 метрға дейін барады. Каркасный бассейн надувной емес, оны келіп құрастыра саласыздар. Бір кемшілігі тек қана бір күн бұрын түнде алып келіп, таңға дейін ішіне су құйып қою керек. Оның ішінде судың объемы үлкен объемда болмайды, оны ағызып жіберуге де болады, өзінің насостары болады, сыртқа қарай шығарып жіберуге болады кез келген нарыққа. Надувной бассейнді неге жалға берумен жақсы ақша табуға болады? Өйткені әркімнің оны сатып алуға қаржы етпейді, өйткені бағасы 250, 500, 700 миллионға дейін барады. Бір талын алып қойып, мысалы жалға берсеңіздер, күндікті 20 мың, 30 мыңға демалыс орындарына, демалатын дачаларға болмаса кез келген жағдайы бар, орташа деңгейде тұратын адамдар бір күнге үйіне жалға береді. Өйткені мен бұл саланы зерттедім, тексердім. Ең көбінесе біз Ресей мен жанымызда көршілес мемлекеттерді қарадық. Бірақ бассейнді жалға беру нарықта бұрыннан бар, батутты жалға беру біздің нарыққа енді кіріп жатыр. Бүгінгі көрсеткен салалар жалпы көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын, және де ерекше салалардың қатарын көрсетіп шықтық. Как сала таңдау каналының маманы ретінде, сала таңдауды зерттеп жүрген адам ретінде осындай салалардың тізбегін сіздерге бердік. Тура осы салаларға шыны керек, аналог жоқ енді, мынандай батуттарға бар шығар. Бірақ жалға беру, бассейн, осындай үйге арналған кішкентай надувной батуттар жалға беру саласында жұмыс істеп жүрген адамдардың саны мүлдем аз десек те болады. Ал мына мобильный лабиринт саласында мен өзім жеке кеңес бердім, бірақ мен ұсынатын көрсететін адамнан алыңыздар дейтін адам өкінішке орай жоқ. Оны айтқанның өзінде Ресейге шығу керек болды. Бірақ оның Ресейден келу жағы бар, бағасы бар, ол өте қымбатқа шығып кетеді. Алдағы уақытта міндетті түрде қарастыратын, іздестіретін боламыз. Жасайтын адамдар болса, екінші бөлім міндетті түрде түсіреміз. Ал BZV машина саласы қазіргі уақытта аз ақшамен бастауға болатын салалардың бірі. 100 мың теңге жетеді деп ойлап отырмыз. Цехтармен сөйлесеміз, келісімшартқа отырамыз. Қалай сөйлестік, қалай келісімшартқа отырдық, қалай бастадық, себестоимыз қанша болды, сатылым бағасы қанша болды, жарнама жібереміз, толыққанды көрсетеміз. Бастаймыз істеймін деген адамдарға алдағы уақытта толыққанды жол бағытын беріп дамытып отыратын боламыз. Жаман кәсіп жоқ, жүргізе алмайтын адамдар бар. Сондықтан кәсіптің жаманы бар, конкуренті бар кәсіпте іздемеңіздер. Конкурент қанша болса да кез келген кәсіп жүре береді. Ең бастысы дұрыс подходпен жүргізу. Менің жалпы түсінгенім осы соңғы уақыттарда. Жалпы кәсіпкерлік мышлениедегі адамдар өте аз, олардың саны шектеулі екен. Сондықтан кез келген адам кәсіпкер болады дегенге мен өзім келіспейтін деңгейге шықтым тура қазір. Сондықтан кішкене кәсіпке қызығушы бар, проблема шықса шеше аламын деген адамдар болса, осы салаларды мен сіздерге кеңес беремін сала таңдау маманы ретінде. Яғни күймейтін, сөнбейтін, нарық бос, конкуренттен жоғары шығатын, салған ақшаны ақтап алатын кәсіптердің қатарына кіреді. Сондықтан бастаймын істеймін деген адамдар болса, екінші бөлімді күтіңіздер, осы кәсіптерді көрсететін боламыз. Сіздермен болған Ұлан Құрманғалиев, сала таңдау каналы. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Өтініш комментария жазып жіберсеңіздер, біздің YouTube каналдың алгоритмін көтеруге үлкен көмек беретін едіңіздер. Біздің жасап жатқан еңбегімізге де үлкен көмек беретін едіңіздер. Видео ұнаса таратуды ұмытпаңыздар, бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал кәсіп бастаймын, аз ақшамен шығынды аз қылып, аз ақшамен кәсіп бастаймын деген адамдар болса, YouTube каналға жазылып, подписаться етіп, будильникті қоюды ұмытпаңыздар. Жақында екінші бөлім шығады. Сіздермен бірге естеріңізде болсын. BZV машина саласын бастаймыз, және де батуттарды жалға беру кәсібін бастаймыз. Бұларды біз Қытайдан заказ бердік. Қытайдан килограмм салмағы да өте қымбат болып отыр екен, сондықтан бізге жақында осы надувной батуттарымыз келеді. Бастағаннан бастап, жалға бергеннен бастап таза пайдамызды түгел айтып, ашық көрсетіп отырамыз.
Видео ұнаса қайтадан айтайын, лайк басыңыздар, таратуды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар.